Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын арек қосылған булочканы рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бұл рецепт өте оңай жасалады және де өте тәтті болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды және де жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін толық көріңіздер. Рахмет. Кетті. Ең алдымен бізге осындай жылы сүтімізді табамызға құямыз. Одан кейін оның үстіне осындай кеселдегі секерімізді, сұйық майымызды қосамыз және де осындай шай қасықпен дрожжымызды қосамыз және де мен тәтті болу үшін кішкене ванилин қостым. Өстіп ванилин қосасыздар және де 2 жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне осы ұнымызды қосып, мен қолмен араластырдым. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасасаңыздар болады. Осы қолмен араластырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Бір білеп, жұмсақ қылып, қатты қылып билеп жүрмеңіздер, жұмсақ болу керек. Достар, осының рецептінің қандай нақты керектігін барлығын описание жазып кететін боламыз. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Қамырымызды елеп болғаннан кейін 50 грамм сары майымызды, яғни үй температурасында тұрған сары майымызды алып, осылай сырт жағына жағып шығатын боламыз. Оны араластырмайсыз, осылай дәл сырт жағына жағып шығасыздар. Міне жаққаннан кейін осылай 1 сағатқа қоятын боламыз. 1 сағатта бізде көтеріліп шығады. Енді кезекте ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына мына бізге орех керек болады. Орехті мен алдын ала блендерден өткізіп алдым. Осындай ұппа қылып, немесе өздеріңіз уақытаумен де естеңіздер де болады. Одан кейін осындай 1 кесе секерімізді және де осындай 1 жұмыртқамыздың ақуызын алып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, менде ендігі кезекте қамырымызды жаямыз. Қамырым алдын ала көтерілді. Видеода түспей қалыпты. Көтерілгеннен кейін қамырымызды осылай жайлап жаятын боламыз. Өте жұқа қылып жаймайсыздар. Шамамен 4 сантиметрдей ма сондай болу керек. 4 миллилитрдей ма сондай болу керек. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес болу керек. Осылай жайғаннан кейін осылай начинкамызды үстіне саламыз. Жақсылап дұрыстап орналастырамыз. Міне начинкамызды орналастырып болғаннан кейін дәл видеодағыдай 2 қамырымның 2 шетін осылай ішіне арата бүктейтін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін осылай жайлап 1 шетінен бастап осылай пышағымызбен кесіп, дәл осы видеодағыдай болса бұрап, айналдырып, осындай шеңбер сияқты доңғалақ қылып жасайтын боламыз. Міне достар, осылай барлығын табамызға, осылай барлығын орналастырып аламыз. Осы кезде сіздерде алдын ала пештеріңіз қызып тұру керек. Әсем пеш болсын, газ болсын, яғни 380 градус температурада ысып тұру керек. Одан кейін міне үстіне манағы 1 жұмыртқамыз ақуызы манағы орехке қосқаннан кейін қалған сары уызын осылай қамыр неміздің үстіне барлығын жағып шығатын боламыз. Міне жағып болдық, менімізге дайын. Енді кезекте осыны 20 минутқа пісіруге қоямыз. Өте тез піседі, қарап тұрсаңыздар да болады. Міне достар, осылай менде булочкам дайын болды. Жасап көріңіздер, осындай жұмсақ, толық болып піседі және де тәп-тәтті, күшті дәм береді. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге сол үшін алдын ала рахмет айтатын боламын. Рахмет, сау болыңыздар, жасап көріңіздер және де бөлісуді ұмытпаңыздар.